Ғазали өмірінен алынған ғибратты әңгімелер. 5-ші әңгіме. Қабыл болатын жалғыз білім тек Аллаға арналған білім. Ғазали моральдық ахлақ, адам бойындағы көркем қасиеттерді жақсартудың маңызы жайлы көп толғанды. Алайда ахлақ көркем мінезді түзетпек болған жанның алдынан көптеген кедергілер шыға беретіні белгілі. Өзімшіл мінезді тазарту деген еңсерілмейтін тау жотасы секілді, немесе ешқашан аяқталмайтын күрес орны сияқты еді. Ал егер бұл күрес бір күнде, тіпті бір сәтте аяқталса, бәрі аяқталады. Ғұлама ішкі тыныштық үшін тынымсыз күрес жүргізіп, әрқашан Құдай тағаланы еске алып, ой жұмағына көтерілетін. Бұл ішкі тыныштық үшін жүргізген күрес тәсілдерді қайтып оралмайтын тікенді жолдарға теңеді. Ғұлама бар атақ даңқын тастап, осы биікке көтерілген еді. Өзін жартастың шетінде тұрғандай, ал осы жартастың түбінде өзін тамұқтың оты күтіп тұрғандай сақ еді. Бірде бөлме есігінің алдында қатты күрсінген жанның дыбысы сезілді. Бірнеше рет есік алдына біреу келіп тұрған сияқты болды. Есікті ашқанда ешкім жоқ екен, тек біреу жейтін тамақ, шетін сусын қалдырыпты. Ғұлама күнделікті ораза тұтып, ауыз ашар мен сәресіден қалған тамақты мешітке келген кедейлер мен мұқтаж жандарға ұсынды. Алайда бірнеше күн бойы есігінің алдында әлде кімнің келіп кетіп, азық қалдырып жүргенін бақылап жүрді. Бұл жұмбақ қамқоршы Хафиз Қожа Эфенди болуы керек деп ойлады. Бірақ бір күні қараңғыда азық алып келушімен бетпе-бет келіп, оның сұлбасы Хафиз Қожа Эфендиден әлдеқайда кіші жан екенін байқады. Бұл шағын бөлме ғұлама өмірінде ғана емес, барша мұсылман үммет үшін ең үлкен қызмет атқарды. Мұнда ұзақ уақыт оқу, жазу жұмыстары жүрді. Ғұлама тек намаз уақытында ғана маңызды қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін сыртқа шығатын, ал өзге сәтте Раббысымен жалғыз қалатын. Ұзақ уақыт бойы ойында жүрген ихия еңбегі қайта тірілту ойларын қағазға түсіріп, мәңгілік сөнбейтін сиямен асырларға үлгі болатын қайта жаңғыру жолына дайындалып жатты. Жаратушының көңілге салғанын жүрегінің сүзгісінен өткізіп, жаңғыру деп аталатын құралды бастады. Бірнеше күні түні бойы жаратқаннан бұл жұмыстың сәтті аяқталуын сұрады. Ұзақ түндерде қайта тірілу кітабын жазып жатты. Осы ихия еңбегін әуелі білім тақырыбынан бастады. Ғұлама қабыл болатын жалғыз білім тек Аллаға арналған білім деп жазды. Өйткені сол кезде ақырет ілімі пен діни ғылымдар туралы білімнің мәні ұмытылып, жойылып кету қаупі төнген еді. Ғұлама бұл ғылымдардың бәрін қағазға құлшыныспен, ерекше толқумен жазып жатты. Бұл ғылымда арқалауы керек болған ғалымдардың өзі өз мүдделері үшін қиыс кетіп жатқаны үммет үшін ең үлкен қауіп екенін, бұл қауіп үммет есігінің алдында тұрғанын жазып түсіндірмек болды. Осылайша ғұлама дін жолындағы ауыр жауапкершіліктерді толық өз мойнына алып, жаратқаннан мойнына алған істің жеңіл болуын жалбарына сұрады. Мұндай үмбетке үлкен апаттап келгенде, дін ғылымдарын қайта жаңғырту, алдыңғы имамдардың жолдарын анық ашып көрсету, Алла елшісі мен ізгілерге тән ең қолайлы білімді түсіндіру ғұлама міндеті болды. Осы міндет үшін ғұлама жолға шықты, қолына қалам мен қағаз алды да, ихия кітабының негізгі міндеттерін анықтауға тырысты. Ұзақ күндер мен түндер бойы тынымсыз жазғаннан кейін,
İhya kitabын 4 bölükке bölüp, al әр bölük 10 kitaptan тұруы керек. Осылайша ғұлама барлығы 40 kitapты махаббатпен жазып шықпақшы болды. Жаңғыру дәуірін қалаған ғұлама ішінде жинақталған тау ақпаратты қағазға сызықтата тамып, жазған сайын күннен күнге жаным тазарып келе жатты. Әр түні, жалғыздық отына өртеніп, өз уақытын құрбан етіп, шаршаған қолдары күн, ай, жыл бойы тынымсыз жазып жатты. Қоғамдық санадағы шіріп, тозған қате түсініктерді қиратып, жүрегінің бұлағын жазу етіп, жасыл желекті нәрлендіріп, қоғамды өркендете жаңғыртпақ болды. Әр ғасырда да адамдар үшін ең маңызды мәселе білім мәселесі болып қала бермек. Сондықтан да ғұлама білім тақырыбын кітаптың басына жазды. Мұндағы мақсат Құдай тағаланың лайықты құлдары, пайғамбардың шынайы үмбеті ақиқат білімге сүйенетінін түсіндіру еді. Өйткені білім алу әрбір мүмін мен мұсылман үшін қажеттілік, міндет. Бұл туралы ғұлама, мен өмір сүрген дәуірдегі адамдар шындықты тастап, қиялдағы нәрселердің соңынан еріп, олар шындықтың мәніне емес, тек сыртқы келбетіне ғана мән беретінін дәлелдеу үшін Ихия кітабымның басына білім тақырыбын қойдым. Мен бұл дәлелді бірнеше күн, бірнеше түн жаздым. Ғылым тақырыбын жазып болғаннан кейін, иығымнан ауыр жүк түсіп, жеңілдікті сезіндім деп жазды. Ғұлама өз жазбасында адамның өз қалауын басқаруы қаншалықты қиын екенін, ең үлкен күрес адам мен оның ішкі жан дүниесі арасындағы шайқас екеніне түсіндірмек болды. Бұл үшін өз жанын қатты толқытқан, ұмытылмас өткен күндері туралы ойларды бастан кешірді. Бұл туралы ғұлама, сол қиын түндердің бірінде тұрып, тахажжуд намазын оқып, өзімді Умәйя мешітінің қауызы мен дәретханасын тазалап жууға мәжбүрледім. Нәпсім маған қарсы шығып, қатты ашуланды. Мен болсам өз-өзімді бұлай тәрбиелеуімді бірнеше түн бойы жалғастырдым. Сол кезде мен ғибадат бөлігі деп аталатын тарауды жазып жатқан едім деп жазды. Иман тақырыбынан кейін тазалық, намаз, зекет, ораза және қажылықтың сырлары мен құпияларын, хикметтері мен даналығы туралы тебірене жазды. Ғұламаның жазу стилі кәнігі фиқ кітаптарына ұқсас болды, бірақ осы тақырыптарда жазғандары өзге фиқ кітаптарында айтылмаған, назардан тыс қалған шындықтар жайлы болды. Осы бөлімнің соңында Құран оқу, зікір айту, дұға жасау әдебі туралы жазды. Міне осы мәселелер туралы жазып келіп, өзінің күнделікті дұғаларын, зікірлерін, ойлары мен пайымдарын қосты. Ғұлама өзі бұл жайлы, жүрегімнің дауысы еш тоқтамады, мен жазуды жалғастыра бердім. Сол кезде жүрегімнің бұлағынан алғыс тамшылап тұрды. Дәл осы кезде қайғыға толған жүректер әрқашан жылайтынын білдім. Мен кішкентай тереземнен қарап, Димашқа қарап көз жасыма ерік бередім. Құмарлықтардың соңынан еріп, тән қалауларының желісіне еріп, ғибадатқа немқұрайлы қарағандардың жағдайына қайғырып, көз жасыма ерік бердім деп баяндайды. Ғұлама өзіне ғибадаттың әдептерін, хикметтері мен даналығын, сырлы, құпияларын жазуға мүмкіндіктер берген үшін Құдай тағалаға шексіз шүкірлік айтты. Бұл туралы өзі, мен жазған нәрселер өзге фиқ кітаптарында айтылмаған, қоғамда ұмытылып кеткен мәселелер еді. Өйткені біздің фиқ кітаптарымызды жазғандар, ғибадаттың түрі мен болмысын сипаттап, олардың негізгі, нәзік жақтарын жазуға мүмкіндік таба алмаған.
Men жазу арқылы алғыс сезіміне шомылып жүрдім деп атап өтеді. Ғұлама әрбір жаңа тарауларды қуанышпен бастап, жаратқанға шүкіршілік айтып аяқтап жатты. Арайлы таңдар мен ұзақ түндердің сырлас досына айналды. Ойдың мұхитына сүңгіп, ғылымның құпия сырларын ашып көрсетпек болды. Айлар бойы ғылым теңіздерін тұздарынан тазартуға тырысып, жүрек теңізін кірден тазартып, пәк ету жолдарын іздеді. 5-ші әңгіменің соңы. Жазба иесі Жамалбек Дүйсебай.